Ойлан табарнасына қош келдіңдер. Бүгінгі видеода игра в кальмария екінші және де үшінші маусымынан сұрақ-жауап ойыны және де шын немесе өтірік ойыны болады. Сұрақ саны 28, ойлануға 7 секунд. Әрдүш жауапқа 1 пайдан. Фронтмен осы кейіпкер шын немесе өтірік? Әрине бұл шын. Фронтмен осы кейіпкер. Және де осы 001 номерлі ойыншының есімі кім деп ойлайсың? Бұл бізде Хван Ин Хо болды. Сен бұны дұрыс таптың ба? Әрдүш жауапқа 1 пайдан беріліп отырады. Арқан мен секіру ойыны 3-ші маусымда көрсетіледі. Бұл бізде шын. Ойыншылар секіріп қана қоймай, тепе-теңдікті де сақтау керек. Ойлан табарнасын көрермендері, біздің арнамызды 99% адам тіркелусіз көреді екен. Сол себепті видеоға лайк басып, арнаға тіркеле кетсен, 25 000 оқырманға өте аз қалдық. Бірге жетейік. Рахмет. Пак Джун Бэннің номері неше? Қалай ойлайсың? Осы жердегі қайсы жауап дұрыс екен? 222-ші ойыншы осы. Қалай ойлайсың? Шын немесе өтірік? Бұл жауап өтірік. Бұл 125-ші ойыншы. Кан Дэ Хоның нөмірі қандай? Қайсы жауапты таңдайсың? Әрине, бұл бізде 388-ші номерде. Осы ойында анасы мен баласы тірі қалады. Шын немесе өтірік? Өкінішке орай бұл өтірік. Бұл ойында анасы ғана тірі қалады. Паньокси қай номермен тіркеледі? Номер саны қандай? Бізде 007-ші номері болады. Осы ойыншы тірі қалады. Бұл ойыншы финалға дейін барады. Қалай ойлайсың? Бұл тірі қалады ма? Әрине өтірік. Соңғы ойында бұл қаза табады. Чо Хён Джу қандай номерде? Қалай ойлайсың? Жақсылап ойлан. Чо Хён Джу 120-ші номерде болды. 3-ші маусымның соңында ешкім ұтыс алмайды. Шын немесе өтірік? Әрине бұл бізде өтірік. Жеңімпаз бар, бірақ сериал соңында жиі жабылады. Таныс қандай номермен қатысты? Қалай ойлайсың? Таныс 230-ші номерде болды. Осы кейіпкер негізінде ер адам. Шын немесе өтірік? Шын, бұл ойыншы трансгендер, яғни ер адам әйел кейпіндегі. Чо Сан У қай номермен ойнады? Бұл кейіпкерді таныдың ба? Чо Сан У 218-ші номерде болды. Осы баланың әкесі 456-ші ойыншы. Шын немесе өтірік? Өтірік. Оның әкесі 333-ші номерде. Пак Гён Соктың номері қандай? Жақсылап ойлан. Бұл кейіпкер сенің есіңде ме? Бұл ойыншының номері 246. 2-ші маусымда ойынға тек әйелдер қатысты. Шын немесе өтірік? Әрине өтірік. Әйелдер де, ерлер де қатысты.
Ли Мён Ги қандай номерде? 333 номерде. Осы ойында көктер қызылдарды қуады. Шын немесе өтірік? Өтірік. Қызыл команда көктерді қуады керісінше. Чангымжа қай номермен қатысады? Жақсылап ойлан. Бізде 149 номермен қатысады. Екінші маусымда Гихун шашын басқа түске бояйды. Бұл бізде шын бірінші маусым соңында бояған. Соньонның ойыншы номері қандай? 044 номерде болды. Ойыншылар ұтылған сайын жүлде сомасы азая береді. Шын немесе өтірік? Өтірік. Керісінше ұтылған сайын сома өседі. Ким Джун Хи қай номер болды? Қалай ойлайсың? Ол бізде 222 номерде болды. 456 ойыншы 3 маусымда ұтады. Шын немесе өтірік? Өтірік. 222 ойыншыны тірі алып қалып, өзі ұтылады. Пак Мин Сунның номері қандай? 125 ойыншы. 456 ойыншы есімі Сон Ги Хун. Бұл кейіпкердің номер саны 011. Шын немесе өтірік? Шын. Бұл бізде 011 кейіпкер. Қанша ұпай жинағанды міндетті түрде комментарияға жаза кет. Осымен видеомыз аяқталды. Видео ұнаған болса лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпа. Алда әлі талай қызықты видеолар болады. Келесі кездескенше қош болыңдар.